Білесің ба, неге сен блог жүргізуді бастай алмай жатсың? Өйткені сен ойлайсың, мен дұрыс киімде емеспін, мен сөйлей алмаймын, сондай күшті керемет сөйлей алмаймын, мен неподходящий время, неподходящий момент деп өзіне сылтау айта бересің. Бірақ камераны қосынды и өз ойыңды айт, бітті. Ойлайсың ба, жиналмайды, комментін де айтып жоқ. Әр адамға өзінің құдай берген несібесі, өзінің аудиториясы бар. Мысалы, мен жүргізе бастадым блогты, маған тіркеліп алыңдар. Мен блог жүргізе бастадым, и мені тыңдайтын адамдар постепенно появляется. Орысша қоса беремін. Ештеңеге қиналмай, ештеңеге ұялмай мен айта беремін. Қалай бар, солай бар, өз өмірімді көрсете беремін. Так что мені тыңдайтын, мені қарайтын адамдар табылады. Оған еш күмән болмасын. Тек қана сендерден әрекет жасау керек. Қорықпай сөйлей беріңдер. Камераға сөйлесеңдер де, билесеңдер де, ән айтсаңдар да, өздерінің ішінен шыққан дүниелерді жасаңдар. Тек қана шынайы, ішінен шыққан әрдайым шынайы болады. Так что жасай беріңдер, тек қана тоқтамаңдар. И маған тіркеліп кетіңдер.